Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 3-ші сыныптың орыс тілі сабағы 48-ші сабақты өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма «Послушай», тыңда. Каныш Имантаевич Сәтбаев родился в Павлодарской области, а знает его весь мир. Каныш Имантайұлы Сәтбаев Павлодар облысында туылған, бірақ оны бүкіл әлем біледі. С его именем связана казахстанская наука. Оның атымен қазақ елінің ғылымы танылған, байланысты. Каныш Сәтбаев был ученым, геологом, общественным деятелем. Каныш Сәтбаев ғылым, геолог және де беделді адам болған. Он открыл местонахождение меди и марганца в Жезказгане и организовал их добычу. Ол яғни мед және де марганц өнімдерінің местонахождение деген ол яғни орналасу орнын тапқан және де Жезқазғанда оны алу жолдарын ойлап тапқан. Каныш Сәтбаев написал первый учебник по алгебре, математике на казахском языке. Сәтбаев яғни алгебра және де математика яғни кітаптарын ең бірінші қазақ тілінде жазып шыққан. За свою жизнь он написал свыше 640 научных работ. Яғни ол өмірінде 640-тан аса кітаптар жазған. За его заслуги перед наукой и человечеством решением ЮНЕСКО в 1999 году год был посвящен Канышу Имантаевичу Сәтбаеву. Яғни оның еңбектеріне, ғылымына байланысты ЮНЕСКО 1999 жылы өз Каныш Имантаевич Сәтбаевқа арнайды. Для любознательных ЮНЕСКО, яғни United Nations Educational, яғни Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Яғни қызыққандар үшін ЮНЕСКО дегеніміз, яғни жалпы ұлтаралық ғылыми жоба. Какие открытия сделал Каныш Имантаевич Сәтбаев? Сәтбаев қандай ашылулар жасалды дейді. Каныш Имантаевич Сәтбаев сделал открытие месторождения меди и марганца в Жезказгане и организовал их добычу. Сәтбаев мед және де марганц өнімдерінің шығу орнын тауып, одан Жезқазғанда оны алу жолдарын ұйымдастырған. Почему в 1999 году был объявлен ЮНЕСКО годом Каныш Имантаевича Сәтбаева за его заслуги перед наукой и человечеством? ЮНЕСКОда 1999 жылы неге Каныш Сәтбаев жылы деп айтылды? Яғни оның істеген істеріне, ғылымға және де адамгершілігіне арналған екен. Екінші жаттығу: выпиши, жазып ал, из текста задания выпиши сложные приложения, соответствующие схеме первой и второй. Яғни бұл бірінші тапсырмадағы сөзден ең қиын сөзді таңдап ал дейді, сөйлемді. Соны бір және екі неге бөліп, яғни бізде схема көрсетілгенде бірінші приложение, сосын үтір, сосын әрпі, сосын екінші приложение кету керек, екінші сөйлем. Дәл солай схема арқылы бізде сәйкес келетін. Каныш Имантаевич Сәтбаев родился в Павлодарской области, а знает его весь мир. Каныш Имантайұлы Сәтбаев Павлодар облысында дүниеге келген. Бірінші сөйлем кетті, екінші сөйлем, бірақ оны барлық бүкіл ел біледі. Третий. Подумай и объясни. Ойлан және де түсіндір дейді. Правильно произнеси слова месторождения. Как можно определить значение этого слова? Используй разные способы. Яғни месторождение сөзін дұрыстап айт дейді. Как можно определить значение? Оның мағынасын қалай анықтауға болады дейді. Неше түрлі әдістерді ойлап және де пайдалан дейді. Бірінші способ, первый способ: найди русско-казахские словари, перевод на казахский язык. Яғни бірінші әдіс оның қазақ тіліндегі мағынасын тап дейді. Месторождение, яғни шыққан жері деген сөз, қазақша аударылғанда. Екінші способ: прочитай в толковом словаре. Яғни словарь арқылы қарап оқы дейді. Месторождение, местонахождение полезных ископаемых. Яғни шыққан жері ол орналасу жері,
Третий способ. Прочитай в контексте. В контексте оқы дейді. Месторождение природное скопление полезных ископаемых. Четвертый способ. Если это сложное слово, раздели на возможные части и проанализируй каждую часть. Егер бұл күрделі сөз болса, оны екіге бөл, қандай түбірлерден тұратынын және де әр түбірлерінің мағынасын жаз дейді. Бізде место, яғни участок, яғни дегенді білдіреді, ал рождение деген появление дегенді білдіреді, яғни екі сөзден. Место деген жер, рождение туған жер. Четвертый. Собери текст. Төртінші. Тексты жина. Поставь приложение так, чтобы получился текст. Прочитай его. Яғни сөйлемдерді рет-ретімен қой, және де мәтін шығатындай дейді, және оны оқы дейді. Бізде рет-ретімен оқып шығайық. Бірінші, чтобы использовать эти полезные ископаемые, надо их найти. Яғни бұл жер асты қазбаларын пайдалану үшін бірінші оларды табу керек. Этим занимаются геологи. Онымен геологтар айналысады. Полезные ископаемые мед, железо, марганец, алюминий, уголь находятся глубоко под землей. Яғни пайдалы қазбалар мед, жез, марганец, алюминий, уголь, яғни көмір сияқты пайдалы қазбалар жердің түбінде орналасады екен. Геолог исследует и находит месторождение полезных ископаемых. Яғни геолог сондай пайдалы қазбалардың шығу жерін зерттейді екен. Енді рет-ретімен орналастыру үшін бірінші біз не жайлы айтып жатырмыз? Ол яғни полезный ископаемый жер асты қазбалары бірінші қоямыз. Ал ондайларды неғылу үшін, пайдалану үшін, яғни чтобы использовать эти полезные ископаемые, надо их найти. Яғни оларды табу керек. Ол екінші сөйлем болады. Ал үшінші сөйлем, бұнымен кімдер айналысады? Этим занимаются геологи. Ал геолог деген кім? Геолог деген исследует и находит месторождение полезных ископаемых. Осы ретпен жазылады. Запиши в ответ на вопрос, чем занимается геолог. Яғни мына сұрақтың жауабын жаз дейді. Геолог немен айналысады дейді. Геолог занимается исследованием и поиском месторождения полезных ископаемых. Геолог пайдалы қазбалар іздеумен айналысады. Бесінші тапсырма. Прочитай и обращение Қаныш Сәтбаева дейді. Работа парах дейді. Қаныш Сәтбаевтың сөздерін оқы. Бұл жұптық жұмыс. Дорогие мои жезказганцы, помните мои слова о том, что скоро здесь вырастет большой город. И вот он, молодой красивый Жезказган, со своим морем и со своей рудой. Друзья, прошу вас беречь и заботиться о нем, хоть и велики наши богатства, но не беспредельны. Құрметті менің жезқазғандықтарым, менің сөзімді есте сақтаңдар. Бұл жерде мен айтқанмын, бұл өте үлкен қала болады деп. Енді мінекей бұл жас өте әдемі Жезқазған, өзінің өзенімен, өзінің байлықтарымен, достар, сендер оларға қамқор болуларыңды және де қадағалауларыңды өтінем. Бұл өте үлкен байлық болғанмен, бұл да мәңгілік емес дейді. О чем спросил, а затем попросил Қаныш Сәтбаева жезқазганцев. Қаныш Сәтбаев бірінші не жайлы сұралып, және де не жайлы өтініш жасады дейді. Помните мои слова о вырастание большого города, просит беречь и заботиться о нем. Яғни естеріңде мен бұл жерде үлкен қала болады деп едім ғой. Сендерден соны қарап, қамқор болуларыңды өтінем дейді. Прочитайте друг другу приложения, в которых есть знаки препинания, яғни сұрақ белгісі және леп белгісі бар сөздерді бір-бірлеріңе оқыңдар дейді. Помните мои слова о вырастании большого города, сұрақ белгісі, друзья, леп белгісі, прошу вас беречь и заботиться о нем, хоть и велики наши богатства, но не беспредельны. Запиши выделенное приложение и объясни его смысл. Яғни ерекшеленіп тұрған сөйлемдерді көшіріп жазып, олардың мағынасын түсіндір дейді. Хоть и велики наши богатства, но не беспредельны. Смысл его, что полезные ископаемые имеют определенное количество, и со временем оно закончится. Жауабы, яғни біздің байлықтарымыз өте көп болғанмен, олардың белгілі бір
яғни көлемі болады, ол және де уақыт өте келе таусылады дейді. Можно ли считать, что это обращение относится ко всем людям на земле? Да, обращение относится ко всем людям. Яғни бұл сөздер барлық әлемге қатысы бар деп ойлайсың ба дейді. Иә, солай айтуға болады. Себебі барлық жердің өзінің қазба байлықтары бар, өзінің табиғаты бар, өзінің қаласы бар. Сол үшін оларға оны қорғауға деген сөздер артық етпейді, иә. Келесі 6-шы, проговори правильные слова. Яғни дұрыс сөйлеп үйрен дейді. Число, мысалы, сандар көрсетілген 11, 12, 13, 14, 15. Енді осылар қазақ тілінде жазылған бірінші қатарда, екінші қатарда орыс тілінде. Яғни 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді осылар сұраққа өзгерген кезде 11-ші, 12-ші, 13-ші болған жағдайда 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 болып жазылады екен. Придумай и запиши 2 словосочетания дейді. Яғни 2 сөз тіркесін ойлап жаз дейді. Енді бізге мына жерде мысал көрсетілген, яғни үлгі көрсетілген образец 11 тетрадей, 12 вагон, яғни екінші қатардағы 11-ші 11 дәптер деген сияқты, сондай сияқты. Енді запомни и запиши дейді. Геолог ископаемые месторождения железо, марганец, мед, алюминий, жезқазған. Яғни жаттап ал және де дәптеріңе жазып ал дейді. Осы сөздердің арасында мысалы геолог деген сөз алып, 15 геологов, яғни 15 геолог, 20 инструментов, 20 инструмент деген сияқты алсақ болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Сабағына лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.